Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ешқандай таразысыз, ешқандай миксерсіз, бір ғана жұмыртқадан жасалынатын өте жұмсақ әрі нәзік болатын кекстің рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Құрамының барлығын бір ғана бокал арқылы салып шығамыз. Бір жұмыртқаға бір бокал қант салып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен дәл осы бокалмен сүт құямыз және де жарты бокал сұйық май құйып жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте ұнды міндетті түрде електен өткізіп массаға салып шығамыз. Оның үстінен бір шай қасық разрыхитель салып жақсылап араластырамыз. Мен арасына мейіз қосып жібердім. Бұл міндетті емес, қоспасаңыздар да болады. Немесе кішігірім арахис жаңғақ араластырып қосып жіберсеңіздер де өте дәмді болады. Ендігі кезекте кекстің осындай өзінің формочкаларына жарты етіп құйып шығамыз. Көп құйып жібермеңіздер, себебі формадан шығып ағып кетуі мүмкін. Қызып тұрған пеште 170 градуста 30-35 минут шамасына жіберіп аламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Арайлым.